Келесі тапсырма тыңдалым, оқылым. Мәтінді тыңда, оқы. 5-ші тапсырма. Сәлем достар, менің атым Әлібек. Мен сендерге өз отбасымды таныстырамын. Бұл менің отбасым. Менің отбасым да басқа қазақ отбасылары секілді үлкен. Менің отбасымда атам, әжем, әкем, анам, ағам, інім, қарындасым бар. Бәріміз бірге тұрамыз. Қазақ отбасының жақсы дәстүрі көп. Олар жасы үлкен адамға жол беру, төрге отырғызу, қарсы сөйлемеу, қызды сыйлау. Үлкендер жасы кішілерге қамқоршы болады, кеңес береді, ақылды болуды үйретеді. Қазақ отбасында жасы үлкен адамды ерекше құрметтейді. Әкем маған үлкенді құрметте, кішіге қамқор бол дейді. Мен де атам мен әжемді, әкем мен анамды, ағамды құрметтеймін. Ал ініме, қарындасыма көмектесемін. Қазақ халқы ежелден ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Ұлды мал бағуға, қолөнерге, ақша табуға, қыз баланы ас пісіруге, кесте тігуге, өрмек тоқуға үйреткен. Қазақ дәстүрі бойынша үйде, көшеде ер адамдар бір-біріне қол беріп амандасады. Жасы кіші адам үлкенге ассалаумағалейкум деп амандасса, үлкендер уағалейкум салам деп жауап береді. Ал мектепте, қоғамдық орындарда ер адаммен де, әйел адаммен де сәлеметсіз бе деп амандасады. Адамдарды таныстырғанда үлкенге кішіні, әйел адамға ер адамды бірінші таныстырады. Онда кезде танысып қойыңыздар, таныстыруға рұқсат етіңіздер деп айтады. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Қазақ отбасының дәстүрлерін құрметтеймін, сақтаймын. Келесі тапсырмаларың балалар, жазылым тапсырмасы. 6-ші тапсырма. Мәтіндегі тәуелдік жалғауы жалғанған сөздерді теріп жаз. Мысалы, отбасым. Яғни балалар, сендер үлгіге қарап отырып, мәтіннен тәуелдік жалғауы бар сөздерді табасыңдар. Мысалы, менің атым, менің отбасым. Арғарай өздерің тауып шығыңдар. Келесі тапсырмамыз айтылым тапсырмасы. 10-ші тапсырма. Берілген сөздерді жекеше түрде тәуелдеп айт. Әже, ана, ұл, қыз. Жекеше түрде. Мысалы, менің әжем, менің анам. Екінші жақта қалай болады екен? Мен сенің қандай жалғау қоясыңдар? Жекеше түрде. Менің ұлым, менің қызым. Екінші жақта қандай жалғау жалғанады? Оқу тапсырмасы. Кітаптарыңның 5-ші беті, 5-ші тапсырма. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді сөздік дәптерлеріңе аудармасымен жазып ал. Яғни, таныстырамын деген сөзді орыс тіліне қалай аударып жазасыңдар. Міне, осы сияқты қарамен жазылған сөздерді аударып жазу керек. Итак, ребята, ваша задача выписать из текста слова, которые написаны черным шрифтом, и перевести на русский язык. Например, слово «танцтрама», как будет он на русском языке. Назарларыңызға рахмет.